журналист ретінде, Инстаграм қолданушысы ретінде байқағаным, жастар өте белсенді қазір, салауатты өмір салтын барлығы ұстануға тырысып, талпынып, бір нәрсе бастап, білсем, көрсем деген жастардың қатары өте көп сияқты. Негізі оны қайдан байқадыңыз дегенде, Инстаграмда көптеген марафондар, курстар, тренингтер ұйымдастырылып жатады ғой. Соның барлығына жастар белсене қатысып, әсіресе белгілі блогерлердің, белгілі психологтардың, солардың марафондарында енді мыңдап, 10 мыңдап жиналып жатқанның куәсі болып жүрмін. Сондықтан жастардың қазіргі дамысам, өзгерсем, білсем деген талаптарыма қатты ұнайды. Ізденім бар жастардың көпшілігі, бірақ дегенмен де арасында бар бір мақсат қойып, мақсатына жете алмай жүрген адамдар да бар деген сияқты, немесе мақсатын айқындай алмай жүрген адамдар бар, өздерін таба алмай жүрген адамдар бар. Сосын қоғамда өз орнын таба алмай жүрген жастар да бар сияқты меніңше. Бар сияқты деу енді бар сияқты деген ой бар, ондай жастар да өте көп. Сондықтан қазіргі біз мотиваторлар дейміз, тренинг психологтар дейміз, олардың барлығының жасап жүрген қазіргі іс-әрекеттері, ұйымдастырып жүрген осы шаралардың барлығы жастарға керек шаралар деп ойлаймын, менің ойымша. Тамаша апай, біздің сұрақтарымыздың өзі сіздің сұхбатыңыздан шығады ғой, жаңа айтып кеттіңіз, тілге тиек етіп. Жастар салауатты өмір салтын сақтайды деген пікір айттыңыз да, бір жағынан көптеген әлеуметтік желілерден қарау арқылы. Сол тақырыпқа бір оралып кетейікші. Қазіргі жастарға керекті дүниенің барлығы бар негізінде. Әлеуметтік желіден тауып алса да, кітап оқыса да. Әлеуметтік желіде өте көп дамып жатқан дүниенің бірі осы дұрыс өз-өзіне күтім жасау. Денсаулық жағынан болсын, басқа жағынан болсын. Осы тақырыпқа бір тоқталып кететін болсақ. Керек пе бұл бізге? Негізі өте жақсы сұрақ, өйткені мен осы тақырыпқа өте көп ізденем. Мысалы, салауатты өмір салтын сақтау деген бірінші не өзі? Яғни дұрыс тамақтану, физикалық дене жаттығулары, зиянды әдет дағдылардан алыс жүру деген сияқты. Мысалы, біздің Алматы қаласын алсақ, көптеген салауатты өмір салтын сақтауға көптеген спортпен айналысам десе де, бос уақытын тиімді өткізем десе де, көптеген мысалы орталықтар бар. Орталықтар бар. Немесе ақылы барам десе, көптеген спорт кешендері бар, спорт нысандары бар, не бар да. Ал ақысын төлеуге шамам келмейді дейтін болса, мысалы Алматының аулаларында көптеген спорт жабдықтары бар, орталықтар бәрі тұр. Жастар барам десе, өте көп барам деген нәрсе. Ал енді осы өткенде бір статистиканы үңіліп қарасам, біздің салауатты өмір салтымен айналысатын, бұқаралық спортпен айналысатын жастардың жалпы халықтың саны жылдан жылға өсіп келеді екен, 23 мыңға жуықтады деген цифрды көрдім. Яғни осының ішінде жастардың үлесі өте басым деп ойлаймын. Ал енді мысалы көп адамдар айтады ғой, мысалы маған мотивация керек, осы спортпен айналысу үшін де мотивация керек деп жатады, ол жасырын емес, мотивация іздейді өздеріне. Ал енді мотивация деген не? Мысалы, мотивацияны психологтар, мамандар зерттеп қарасам былай деп түсіндіреді. Ішкі мотивация, сыртқы мотивация. Сыртқы мотивацияның әсері өте аз, уақытша ғана құбылыс. Мысалы, бір жерге барып, тренингқа барды, курсқа барды, немесе бір марафонға қатыстық, жастар болсын, үлкендер болсын, кез келген адам қатысқаннан кейін аз уақыттың ішінде өздерін дамытып, от болып жанып лапылдап, мынаны істесем екен, ананы істесем екен деп құштарланып кетеді өмірге. Бірақ оның уақыты өкінішке орай өте аз уақытқа ғана созылады екен. Оны көп адамдардың жазған пікірлерінен де байқап атамыз, айтып жатады. Яғни кеше барлық нәрсені жасағанмын деп құлшынып тұрем, бүгін ештемеге ықыласым жоқ деп айтып жатады. Яғни бұл сыртқы мотивацияның әсерінің уақытша ғана екен, адамға уақытша шабыт беретін. Яғни сырттан адамды өмірге құштарландырады, адамды әсерлендіреді, әсерінің уақытша екенін байқатады. Ал енді ішкі мотивация, психологтардың айтуынша, ол ең құнды, ең адамға керек мотивация осы ішкі мотивация екен. Яғни сенің өзің біріншіден өзің ішіңе үңіліп, өзіме не керек, жанымның қалауын табуымыз керек екен. Яғни сырттағы біреудің арманына, сырттағы біреудің мақсатына жармаспай,
өзіміздің ішіміздегі құндылықты таба білу осы ең басты бізді жаңағы мақсатымызға жеткізетін, бізді көздеген жерімізге апаратын, жетістікке жеткізетін осы ішкі мотивациямыз екен. Ал енді осы жерден бір сұрақ туындайды: ішкі мотивация деген не? Оны қалай табамыз? Жанымыздың қалауын біз қаяқтан білеміз деп. Яғни біз көп адам жаңағы айттық қой, сыртқы факторларға, біреуге қарап, ой, анау жетістікке жетіп жатыр, анау осы мақсатына жетіпті, анау үлкен табысқа кенеліпті деп соғының мақсатына ұмтылмай, біздің ішімізде не бар? Біз неге қызығамыз, нені қалаймыз? Соған үңілу, яғни ішкі біздің ресурсымыз бұл энергия, уақыт, білім, тәжірибе. Ал энергия деген бұл адамның жаңа күш қуаты, өздеріңіз білесіздер, ол таусылып та отырады, ол толығып та отырады. Яғни оны өзі қуаттап отыру өзімізге байланысты. Ал уақыт деген ешқашанда қайтып оралмайды. Уақытты жіберіп алдық па, енді ешқашанда қайтып келмейді. Сондықтан біз уақытты тиімді пайдалануды барлық уақытта назарда ұстауымыз керек екен. Ал білім ол да үнемі азайып кетіп отыратын, толығатын құндылық. Көбіне біз азайтып алып отырамыз, білімді толықтыруға ұмтылмай жатамыз. Бірақ жетістікке жеткіміз келеді, мақсатқа жеткіміз келеді. Яғни білім де біздің басты құндылығымыз, жаңа ішкі ресурсымыздың біреуі. Ал төртіншісі ол тәжірибе, яғни тәжірибе де үнемі толығып отырады. Бұл тәжірибе бізге ауадай қажет нәрсе. Осы төртеуі болған жағдайда біздің ішкі ресурсымыз толығып, біздің мақсатымызға жетуге, жетістікке жетуге үлкен септігі бар екен. Ал енді сыртқы ресурс деген не осы кезде? Біздің жаңа мотивация беретін бізге бұл қоршаған орта, дос жарандарымыз, жаңа тренинг өткізушілер, марафон өткізушілер, сосын ақша, материалдық құндылықтар. Бірақ осы екеуін біз таразы басын тең ұстап отыруымыз керек екен. Мысалы, мен өз басым жаңа мотивация дегенде бір нәрсе оқимын, оқығаннан кейін қызығып, әсерленіп, білімді толықтыра түсіремін. Енді өйткені өзім психолог емеспін, мотиватор емеспін, мен журналист ретінде, өзім қоғамды, әлеуметті зерттеп жүрген жан ретінде осыған қарап, өзімнің мысалымды арасына келтіруіме болады деп ойлап отырмын. Себебі психологтар айтады, психологтар ешқашанда өз өмірін мысалға келтірмейді. Өйткені адамдар көбінде жаңағы мынау кәсіби маман ба, жоқ әлде псевдопсихолог ба, псевдомаман ба, соны ажырата алмай жатады да. Осы жерде бірді айтып бірге етті демеңіз. Негізі жастардың мынаны анық білгенін қалаймын, өз басым. Анық білсе екен осыны жастар деп ойлаймын. Яғни көп адамдар жаңағы психологқа барады, таулары шағылып жатады. Психолог маған былай деп айтты, былай деп айтты, деп немесе психологтарында тренинг өткізді, бірақ әсері аз-ақ болды. Мен бәрібір өзімді әлі таба алмай жүрмін, әлі өмірімде өзгеріс жоқ деген жастарды өзіңізде кездестіріп жүрген боларсыз, иә? Мысалы, психологқа барсын, мейлі марафонға барсын, тренингқа барсын, ондайлар бар. Ал енді адаспай үшін не істеу керек? Адам нақты кәсіби маманына жолығу керек деп ойлаймын. Ал енді кәсіби маманды қалай айыра аламыз деген сұрақ туындайды осы жерде. Яғни ол кәсіби мамандар ешқашанда, психологтар өзінің өмірін мысалға келтірмейді, өзінің көзқарасын біреуге таңбайды. Сосын жаңағы барлық уақытта немен жұмыс істеген кезде, адам клиентпен жұмыс істеген кезде оның материалдық, моральдық құндылықтарына бәріне баға бермейді. Сенің мұндай болып жүрген себебің мынадан екен деп, оны кінәламайды, өзін кінәлауға ешқашанда апарып соқтырмайды. Сосын құр техника беріп қоя бермейді. Елдің бәріне беретін техника бар ғой, жаңағы сен бүйтсе, жаңа өткенде қоғам сынап жатыр ғой, жаңа су іш, арманыңа жетесің, мақсатыңа жетесің деген жалпыға ортақ ондай формула болмайды, бәріне келіспейді. Әр адамға индивидуалды тұлға ретінде қарайтын психолог, нағыз кәсіби психолог. Соны адаспай табу керек деп ойлаймын, жастар керек еткен жағдайда. Ал болмаса қазір өте көп бізде жаңағы инструменттер, құралдар өте көп бізде, ізденетін қазір жаңағы платформалар өте көп, мейлі ютубтан болсын, мейлі гуглдан болсын, мейлі түрлі жаңағы онлайн болсын, мейлі білім алатын платформалар өте көп. Жастарға өте қазір жастардың қазіргі бұрынғы, мысалы мен қазір жастардың қатарына жатпаймын, орта жастағы кісілердің қатарына жатамын. Менің жастық шағымда мұндай платформалар болған жоқ. Жастарға өте көп мүмкіндіктер бар. Өздерін дамытам десе, тұлғалық жағынан болсын, мейлі қай жағынан, мен салауатты өмір салтымен деп айтып жатырмын сол, жаңағы мейлі спортпен айналысам десе де, өзінің қай жағынан дамытам десе де, өте қазір көп мүмкіндіктер өте көп. Жаңағы ішкі ресурс деп айтып жатырмын сол, уақыт. Ең бастысы жастар уақытты жоғалтып алмау керек. Әлі алда уақытым бар ғой, ананы істей саламын ғой, мынаны істей саламын ғой деп жүргенде уақыт жанымыздан зу етіп қалай өтіп кеткенін біз байқамай қалады екенбіз.
енді бұның бәрі құр ақыл айту. Қазір сәнмен шығып бара жатыр, шын айтқанда. Бір кездері осы әлеуметтік желілер пайда болған кезде, трендтер басталған кезде жаңа ақыл айтушылар өте көп болып, бәріміз жапа-тармағай тыңдадық. Қазір ол ақылдың заманы емес, ақыл тыңдаудың, айтудың емес, барынша іске кірісетін уақыт келген сияқты. Жастар көп білім алды, оқыды, тоқыды, енді оны оймен қорытып, тәжірибеге, іске асыру сәті келіп жеткен сияқты менің ойымша. Яғни теорияны практикаға айналдыру керек. Айналдыру керек. Анау қазақ айта беріңіз. Сұрағыңыз болса, сұрағыңызға жауап беремін. Анау қазақ қазыналы сөзге кенде болған емес қой, Мөңке бидің айтқан сөзі бар ғой, өмірде ең қымбаты, ең арзаны ақыл айту, ең қымбаты, ең оңайы ақыл айту, ең қиыны сол айтқан ақылды жасау деген. Сол секілді, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қазіргі жастарға орысша айтқанда рабочий механизм өте көп. Әр жерден тауып алуға болады, әлеуметтік желілерден болсын. Бірақ Айнұр апай, бір ең қиын дүние, жаңа сіз айтқан спорт аулаларында дайын тұр, соған бару қиын, шындығы керек. Таңертең 1 сағат ерте тұрып, спорт жаттығуын жасау қиын. Әлеуметтік желілерде роликтер өте көп, соны тыңдап, болмаса көріп, соны жасау да өте қиын. Сонда қарайтын болсақ, адам мақсат қою керек деп айтып жатырмыз ғой, осы мақсатты бөліп қою керек па, әлде бірақ қоя салу керек па? Осыған бір жеке бір тоқталып кетейікші. Көріп жатамыз, күндік мақсат, апталық мақсат деген бар. Болмаса, сіз өзіңізге мақсат қойып жүрсіз бе қазір, әр күніңізге? Сол бір механизмді айтып кетейікші, рұқсат болса. Негізі мынадан бастағым келіп тұр, енді кішкене бұны тоқталмасақ та болмайтын сияқты. Өйткені мен көп мамандарды зерттесем, бірінші адамдар өзіне сұрақ қою керек, адамға не қажет деп. Жалпы адамға, жасты ғана емес, жалпы адамға не қажет? Адамға бірінші біз өмір сүруіміз керек, тұлғалық дамуымыз керек, біздің физикалық дамуымыз керек, ол тоже комфорт керек бізге, қауіпсіздік керек айналамыздағы, сосын өзіміздің әлеуметтік өз орнымыз табуымыз керек, кірпіш болып қалануымыз керек, сосын әрқайсымыз өзіміздің тұлға болып қалыптасып, мойындалып, өзіміздің танылғанымызды қалаймыз, әрбір адамға қажет нәрсе осы нәрсе. Мысалы, бір баланы келтірейік, бір баланы айтайық, ол бала өзінің ерік жігері, мықты болуы мүмкін, тәрбиесі, өзінің қызығушылығымен үнемі спортпен айналысып, белгілі бір нәтижеге жетіп чемпион болады. Ал екінші бір бала болады, спортпен айналысқысы келеді, бір күн айналысады, бір күн тастап кетеді, бір күн айналысады, біреуге ереді, немесе өзі де ой осы мықты болсам екен деп 2-3 күн айналысады, тастап кетеді. Ол бала білім алуы мүмкін, бір жерде бір жай ғана орта маман болып жүруі мүмкін, бірақ үнемі ойлап армандап жүреді. Спортпен айналыссам ғой, спорт ауласына барсам, немесе спорт орталығына, фитнес-клубқа барсам деп үнемі армандаумен, спорт кешеніне барсам деп армандаумен уақыты өтіп жатады. Екі адамды салыстырып қарасаңыз, кім мақсатына жетті? Яғни үнемі өзінің ерік жігерін шыңдап отқан, спортпен айналысып жүрген, күнделікті алдына мақсат қойған бала өз мақсатына жетті. Ол бала спортсмен, чемпион болып қана қалыптасып қоймай, басқа да түрлі құндылықтарға қол жеткізіп жатуы әбден мүмкін. Бұл жай ғана бір мысал, қатып қалған елдің бәріне таңатын нәрсе емес. Сол сияқты ағылшын тілін үйрену мәселесі, бір адам ағылшын тілін күнделікті тұрып, 2 сағат уақытын арнап ағылшын тілін үйреніп, белгілі деңгейге жетіп, түсініп, оқып, ағылшынша сөйлеп жүруі мүмкін. Ал екінші біреу жылдар бойы тек армандап, 1 күн оқып, 2 күн тоқтап, 3 күн оқып, сөйтіп мақсатына жете алмауы мүмкін. Соңында өзін іштей жей бастайды. Мен неге мақсатыма жетпедім деп. Бұл не деген сөз? Мақсатын айқындап алмаған деген сөз. Жаңағыдай мақсатын, сіз айттыңыз ғой, бөліп мақсат қою керек па, жоспар жасау керек па дегенге келтіріп тұрмын. Мақсат деген бұл жоспар арқылы жүзеге асатын нәрсе. Менің әбден көзім жеткені және ғалымдардың да айтып жүргені осы. Міндетті түрде біз жоспар жасауымыз керек. Жоспарсыз ешбір ісіміз біздің өнімді болмайды да, ешқандай нәтижеге дұрыс жетпейміз де, мақсатымызға жету де өте қиын. Мысалы, көп адамдар былай деп өзін ақтайды. Бір кісілер, мысалы, бір сөзі, аузы дуалы дейміз ғой, бір мықты блогер болуы мүмкін, бір шығармашылық тұлға болуы мүмкін, айтады, мен жоспар жасауды жаным сүймейді, жоспарсыз-ақ мен мақсатыма жетем деп айтады. Ол біз кейбір адамдарға ол ой жоспарсыз да болады екен деп, өзіміздің барлық адамның миы жалқау болады. Жалқаулық бәрімізге адамға тән нәрсе. Сосын жалқаулық бас көтеріп, жоспар жасамасақ та болады деген ой туындайды. Бұл өте қате нәрсе. Адам мақсатқа жету үшін міндетті түрде жоспар керек. Мен енді өзімді алып қарасам,
бір керемет бір мен жұлдыз инста-блогер емеспін, бірақ қарапайым салауатты өмір салтын ұстанатын жан ретінде айтатыным, мен күнде міндетті түрде жоспар жасаймын. Күндік жоспар менде міндетті түрде болады. Айлық жоспарда болады. Жылдық жоспар енді ол жаңа жылдың кезінде бәрімізде бір жылды қорытындылап, алдағы жылы мынаны істесек екен деп блокнотымызға түртіп қоямыз. Ол жылдық жоспарға жатады мен үшін. Ал енді айлық жоспар деп, мен айдың басында, әр айдың басында ойланып, өткен айда мен не нәрсені жасамай қойдым, қай жерде менде олқылық кетті, соның бәрін тізіп жазып, жасалған нәрсенің тұсына жасалды деген бұл галочка қоямын, жасалынды деген, жасалмағандары менің ойымды мазалап тұрады, сондықтан келесі айға көшіремін міндетті түрде. Келесі айда бірақ бірінші сол жасалмай қалған нәрселерге басымдық беруге тырысамын. Ал күндік жоспар мен міндетті түрде жасаймын. Күнде кешке қарай, жаңа айтқандай, жасаған жұмыстарыма жасалынды деп галочка соққан кезде маған бір керемет жақсы әсер сыйлайды, қуаттанамын. Психологтар да айтады, ғалымдар да айтады, мына нәрсе жасалынды деп галочка соққан нәрсе адамға ерекше қуат береді екен. Біз сол арқылы энергия алып отырады екенбіз. Оған өзім де көзім жетеді. Күніге мысалы 7 жұмыс, бір басымдық беріп, осыларды міндетті түрде істеуім керек деп бір маңызды жұмыстарды белгілеп қоятын болсам, соның бәріне галочка соғылып тұрса, сол күні мен ұйқым да тыныш, ертеңгі күнге керемет бір әсермен кірсем. Ал кейде болады, бұл енді өмір ғой. Көп жаңа жетеуінің бір екеуіне ғана галочка соғып, 5 жұмысым істемей қалса, біртүрлі өзім жайсыз сезініп, бірақ дегенмен де ертең де күн бар ғой, осыны жасап тастаймын деп міндетті түрде ертең сол 5 жұмысқа басымдық беріп қоямын, жасалады. Енді ғалымдардың айтқанына, шын айтқанда мен өз басым өте сенімділікпен қараймын, және өзім тәжірибеме ол нәрсе өтті. Сондықтан жоспар міндетті түрде болу керек. Қазір көптеген жаңағыдай жастар блокноттар шығарып жатыр енді, жаңағы өзгерісті өзіңнен баста, 90 күндік өзгеріс деген түрлі көріп жатырмын. Оның барлығы керек дүниелер деп ойлаймын. Егер сен өзің қолыңа бір блокнот арнап, өзіңді қолға ала алмайсың, сонда блокнот сатып алуға болады. Сатып алып, сол блокнотпен күнделікті орындап жүруге де болады. Сонда ол негізгі мотивация деген менің ойымша, бірінші тәртіп деген жоспар. Адам жоспармен жүрсе, мақсатына міндетті түрде жетеді. Сосын жетістікке жетпейтін адам жоқ. Мысалы, анау жетеді, мынау жетпейді деген ешқандай түсінік болмау керек. Өйткені біз барлық адам, әрқайсымыз жаңа жеке индивидпіз, жеке тұлғамыз. Біреуге қарап, анау жетті деп өзін біреуден өзгеден қор санау, өзін кем санау, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені сіз де, мен де, басқа да, ол да барлығымыз енді осы жерде бір бәріміз енді жаратқан деп сөйлейміз ғой, жаратушы өзіміздің Құдайымыз бәрімізге бірдей мүмкіндік берген. Барлығымыз бірдейміз. Тек біз өзімізді өзіміз дәрменсіз күйге түсіріп, анадан артық, оның істеген менің қолымнан келмейді деу, ол қате түсінік. Сондықтан мен жастарға да мейлі, өзімнің құрбыларыма да, құрдастарыма, замандастарыма айтқым келетіні, барлығымызда жеке тұлғамыз, бәріміздің қолынан бәрі келеді. Бәрін жасай аламыз. Тек қана бізге жетіспейтіні жаңа ерік жігермен тәртіп деп ойлаймын. Мотивация деген мен тәртіп деп түсінемін өз басым. Міндетті түрде тәртіп болу керек деп ойлаймын. Енді көп айтып кетті демеңіз, мына бір мәселе, мынаны мысалға келтіргім келіп тұр сізге. Оны көп жерде жазып та жүр, инстаблогерлердің парақшаларында көріп қаламын. Былай дейді, америкалық ғалымдар итке тәжірибе жасапты. Бір торға етті қамап қойып, оны электрошокермен қинап, ит бірінші қашып, шығудың амалын жасайды бастапқы кезде. Бірақ қамалып тұр, аяқ қолы тұсаулы дегенде ғой енді, ол қашып кете алмайды. Екінші күні тағы да солай істейді, үшінші күні енді тордың есігін ашып қойып барып істесе де, ит орнынан қозғалмай тұра береді көніп. Яғни бұл нені білдіреді дейді, сонда ғалымдар тәжірибесінен қорытынды жасағанда, былай деп тұжырымдама жасайды. Яғни адам жаңағы иттің дәрменсіз күйге түсуі, яғни басқа амал айланы ойламауы, сол нәрсеге мойынсынып кетуі. Біздің адамдарда көбіне, жалпы біреуді кінәлап, анау деп айтпаймын, көп адамдардың барлығына тән нәрсе бұл, көбіне дәрменсіз күйге түсіп қалу, басқа амал айла әрекет іздемеу. Осы күнде жаңағы психологтар айтып жүрген мүмкін, зона комфорттан шықпау деген осы шығар мүмкін. Енді мен психолог емеспін, бірақ негізі осы ғалымдардың тәжірибесіне қарап отырып байқайтыным, біз бір мақсатқа жету үшін, жетістікке жету үшін бақуатты болғымыз келеді бәріміздің де, сол үшін біз амал әрекет жасауға талпына беруіміз керек, жаңағы дәрменсіз күйден шығуымыз керек міндетті түрде, ысырып тастауымыз керек. Жаңағы өйткені біз бостандықтағы адамбыз, бостандығымызды көруіміз керек, еркін адамбыз. Қайда қанат самғаймыз десек те өзімізді білеміз, қай бағытқа самғаймыз десек те. Сондықтан қазір мүмкіндіктер өте көп заманда, жаңағы Элон Масктар анау ғарышты зерттеп жатқан кезде, біз айналамызды зерттеуге бізге еш кедергі жоқ деп ойлаймын.
сондықтан мен өз басым мейлі жасым қаншаға келсе де, қай дәуірде өмір сүрсем де, өйткені мен кеңестік кезеңде өмір сүріп, кеңестік кезеңдегі пионер комсомолдың дәуіріне өтсем де, мен қазіргі заманның жаңалықтарын игеруге өте құлшынысты адаммын. Өзім ынталы адаммын да. Сондықтан қазіргі жастарға қарап отырып, бар мүмкіндік бар кезде бірдеңеден қалып қою, жетістікке жетпеу, бай бақуатты болмау, кедейшілікте өмір сүру, оның барлығы бір қателік сияқты. Оны алға ұмтыла берген адамға міндетті түрде жетістікке жетпеу мүмкін емес деп ойлаймын. Бұл менің пікірім жеке. Бірақ психологтарды қарасақ та, мотиваторларды қарасақ та, ғалымдардың айтқанын қарасақ та, барлығының айналып келгендегі айтатыны біздің ішкі ресурстарымыз бен сыртқы ресурстарды үйлестіріп, міндетті түрде жетістікке жету керек. Адамның сыртқы күйі, яғни бай болуы, кедей болуы міндетті түрде ішкі сананың, ішкі ресурстың көрінісі деп айтып жатады. Сондықтан, ой, рухани бай болсам болды ғой, мына байлық керек емес дегенде өте бір дұрыс түсінік деп ойламаймын. Яғни ішкі білімімізді арттырып, ішкі қуатымызды арттырып отырып, біз бай болуымыз керек. Яғни бай болу дегенде міндетті түрде жаңағы бұрынғы көзқарастай жаңағы мындай мал мүліктің иесі болу. Шіріген бай ғой. Ондай бір бай емес. Кәдімгі бай, бақуатты, комфортный өмір сүру деп ойлаймын. Өзім сөйтіп түсінемін. Және өзімнің балаларымды да осы бағытта тәрбиелеуге тырысамын. Сондықтан мен өз білгеніммен жастармен қазір бөлісу мүмкіндік туғанына өзім бір жағынан қуанып отырмын. Яғни өзімнің оқыған, тоқыған, ізденген, білген нәрсемді өзімнің айналама ғана қолданбай, көптің білгенін қалаймын. Яғни өзің білгеніңмен бөлісу, білімнің зекеті деп жатады ғой, солай деп қабылдаймын. Және жастардың осылай көбірек білім жинап, көріп, оқып, тыңдап, менікі мүмкін сыртқы мотивация, бірақ олар өзінің ішіне үңілуіне мүмкін әсер етер осы кішкентай ғана әңгіме. Сөйтіп өзінің іштеріне үңіліп, заман ағымынан қалмай, жастардың өзін-өзі дамытып, бай бақуатты болған қалаймын. Жақсы. Тамаша пікірлер айттыңыз, апай. Мысалға, мен сіздің айтқанды түйгенім, адамның бәрі жетістікке жетуге міндетті, егер ол үшін талпынбаса, ол бір құбылысқа қарсы шыққан секілді ғой былай келгенде. Мысалы, сіз айтқан сөздерден, біз айтқан сөздерден кейіннен осы эфирді тамашалаған көптеген оқырмандар мысалға айтатын болсақ, 10 адам осыны көрсе, 2 адам жеңді түріп кәдімгідей бірден желпініп іске кірісіп кетуі мүмкін, ол жетістікке жетуі мүмкін. 3 адам алмалы төкпелі күйде жүреді, ол шындық. Қалған 6 адам өзінің жаңа зона комфортасына шыққысы келмейді. Айтты, тыңдады, болды, қояды да, былай келгенде. Енді өзінің зона комфортасына шыққысы келмей, өзінің күнделікті үйреніп қалған өмірінен ауысқысы келмейтін адамға бір үлкен қоғамдағы мәселе туралы айту қиын да сияқты бір жағынан. Сол тұрғыдан алғанда сізге бір күнде қайталама тірлік ұнай ма, әлде бір күнде әртүрлі болған жағдай ұнай ма өз басыңызға? Күніңізді қызықты өткізесіз бе? Мен өз басым күні қайталана беретін шаруаны мүлдем ұнатпайтын адамын. Сондықтан кішкентай кезімнен байқайтынмын. Мысалы, таңертең тұрасың, бір нәрсе істейсің, қайталанып, сол кезде мен өмірмен жалықтыра бастайтын сияқты. Сондықтан мен кішкене айтып жіберейін, мектепте оқып жүрген кезімізде біздің қазақ тілі әдебиет пәні сабағынан мектептің директоры сабақ берді. Өте білімді, сондай керемет кісі болатын. Сол кісі бізге былай деп, ұмытпасам, 5-6 сыныптың кезі бізге былай деп айтты. Қысқы каникул болсын, мейлі жазғы каникул болсын, әрбір күнделік арнап, күнделік жазып, күнделікті не істегендерін жазып отырыңдар деді. Мен оны міндетті түрде келгеннен тексерем, күнделіктерді өткізесіңдер деді. Сосын мен күнделік жазуды бастадым. Үйге келіп, өзімді бұрында ойлайтынмын, күнделік жазбай тұрған кезде ойлайтынмын, мен күнде таңертең тұрам, үй шаруасына көмектесем, ананы істеймін, мынаны істеймін, сабақта үй тапсырмасын орындаймын, мектепке барып келемін, кітапханаға барып келемін, болды. Күнде қайталана берген жұмыс мен жалықтыра бастаған өзім сездім. Сосын күнделіктің бірінші бетіне жоспар деп жазып қойып, күнде өзгерте бастадым. Кішкентай кезімде ол маған ешкім жоспар құр деген жоқ, бірақ мен өзім ана жалыққан өмірді түрлендіргім келген сияқты өзімді бір кітаптың әсері болады, кітапты көп оқитынмын, кішкентай кезімде соның әсері болар, сөйтіп жаза бастадым. Сөйтіп күнделікті жаздым, күнделікте де жаңағы мен ананы істедім, мынаны істедім жазғанда маған қызық болмады, барынша басқа бір стильмен жаза бастадым.
алған әсерімді, эмоциямды жазуды үйрендім. Сөйтіп қысқы каникулға 12 күнге шықты, ол кезде 12 күн каникул болатын жаңа жылдың алдында. Сосын каникулдан барғаннан кейін директор ағайымыз, жаңа сабақ беретін ағайымыз, қане күнделіктерін жинап беріңдер маған, мен бұны бір апта оқимын, тексеремін, сосын барып нәтижесін айтамын деп алып кетті. Бір апта өтті, бір аптадан кейін ол келді де бір күнделікті былай, үшке бөліп қойды, былай деп айтты. Қалың күнделікті көрсетіп, мына күнделікті деді, мен оқып отырдым да, күнде таңертең тұрдым, үй жинадым, анама көмектестім, суға бардым, келдім, ойнадым, осындай күнделікті, бұл күнделік былай болмайды. Және адамның өмірі осылай өте беретін болса, ол ешқандай қызықсыз, мәнсіз, мағынасыз. Сондықтан мына күнделікті оқымаймын да, айтпаймын да, және өздеріне қайтарып беремін деп қайтарып берді балалар. Екінші күнделіктің тобын айтты. Мына күнделікте жазған балалар бір кішкене алға ілгерілеушілік, бір арман мақсаттарын жазыпты, бір сондай бір маңын оқу ондай қиындық тудырған жоқ. Бірақ бұл балаларға да іздену керек деді. Сосын бір күнделікті көрсетіп айтып жатырмын, өзімді мақтап тұрған жоқпын. Мына күнделікте жоспар бар, қарап отырсам, күнделікте бір күніне ұқсамайды. Мен қызыққаным соншалық бір күн оқып беруге рұқсат па деп менен сұрады. Бір күн оқып берейінші деп. Сосын мен ол кезде мұғалімге қарсы шығып оқымаңыз, ол менің ішкі дүнием деп айту менің не қылған жоқпын. Рұқсат сұрап тұрғасын, ағай оқи беріңіз дедім, ол ағай оқып жатыр, сол есімде қалыпты. Бүгін жаңа жылды қарсы алуға үйде қарбалас дайындық жүріп жатыр, өйттік бүйттік деп айтып кеттім да, жаңағыдай бүгін жаңа папам барып алма мен апельсин әкелді, алма мен апельсин иісі қалай жаңа жылдың иісін сезіндіріп тұр деп. Енді жазыппын, бала болып, енді баланың тілі. Жаңа жылды 12-те қарсы алуға дайындалып, бәріміз дастархан басына жиналып отырдық. Сөйтіп отырған кезде деп айттым да, мен диванға жатып ұйықтап кетіппін деп. Таңертең тұрғаннан қатты өкінгенім ай, мен осы жылды мен қарсы ала алмадым деп, енді бір әдемі өкінішпен бір эмоция тудыратындай бітіпті да. Тыңдап отырған кезде ағайын оны әсерлі оқыған болса керек, балалардың біразы былай нетіп әсерленіп сөйтіп қалды. Соны ағай айтып жатыр, не көрдіңдер ма, бір күніне ұқсамайды, бір жаңа жылды қарсы алғанның өзі қандай әдемі детальдар деп түсіндірді. Сол кезде мен тіптен бұрынғы ойыма одан сайын беки түскен сияқтымын. Былай айтқанда, қоршаған орта, сыртқы ресурс ағайым маған керемет мотивация берген сияқты. Яғни ол өзімнің ішкі ресурсымен үндесе кеткен сияқты болды. Содан бастап мен күнделік жазуды әдетке айналдырдым, жоспар құруды әдетке айналдырдым. Кейде әрине жоспарды ғұмыр бойы құрып жүрдім деп айтпаймын. Арасында үзіліп қалған тұстар, құрмаған тұстар да болды. Бірақ сонау кеңестік дәуірде-ақ осының негіздері қаланған сияқты, жоспар құрудың дегендей. Сіз айтқан сұраққа енді оралсам, яғни бір күннің бір күнге ұқсамауы адамның өміріне өте қатты әсер етеді. Міндетті түрде біз бір күніміз бір күнге ұқсамауы керек деп ойлаймын. Енді үй шаруасындағы келіншектер болады, жас келіншектер, олар енді кәдімгідей мәжбүр болуы мүмкін, енді күнделікті балалардың қамы, ас дайындау, үй жинау деген сияқты тірліктер бар ғой. Соны өзінің кішкене түр беріп, түрлендіріп, қызықтырып жасау әркімнің өзіне байланысты. Мысалы, менің өзімде қазір балаларым енді ғана өсіп, декреттік демалыстан енді ғана жұмыстарға шықтым. Сол кездің өзінде мен барынша тұрмыстың тауқыметіне кіріп кетпеу жағын қарастырдым. Сөйтіп, кітаптар оқыдым түрлі. Енді осы жерде бір айтқым келіп тұрғаны, кітап оқу деген, осы білім алу деген не деп сұрайды, кейде маған жекеме Инстаграмда кәдімгі жекеме жазып жібереді, былай деп сұрақ қояды. Апай, білім ал дейсіз, үнемі білім ал дейсіз, неден бастаймын, неден өзгертемін? Жалпы білім деген не дейді? Білім деген бұл өзіңе пайдалы ақпаратты іздеу. Пайдалы ақпарат не керек? Соны іздеу. Оған тағы да айтып тұрмын, жаңағыдай ресурс толып тұр. Бірақ енді жүйелі алу үшін, жүйелі білім алу үшін журналдар оқып, қазір көп қой журналдарда, адамның дүниетанымын кеңейтетін бар. Бас салып оқудың жөні осы екен деп, қызық емес кітапты бастап ашып алып, жаңағы 2-3 бетін оқығаннан ұйқысы келіп, ой, кітап мені жалықтырды дейтін адамдар да бар. Өйтпес үшін адам өзіне не керек, неге қызығасын, соны тауып алу керек. Мысалы, мен көркем әдебиетке қатты қызығам, бірақ сонымен қатар тұлғалық даму, кәсіп бастау, іскерлік бағыттағы әдебиеттерде мені қатты қызықтырады, оларды да оқып отырамын. Сондықтан сіз кітап оқыған кезде, 1-2 бетін оқып көргеннен кейін өзіңізге қызық па әрі қарай? Сізді қызықтыра ма? Сіздің қойып отқан мақсаттарыңызға ол керек пе? Соны да анықтап алған дұрыс сияқты меніңше. Мысалы, менің өзімнің бойжеткен қызым бар. Оған мен кітап оқы деп көркем әдебиеттер қосам, ол ешқашанда көркем әдебиетте мен берген әдебиетті оқығысы келмейді. Сондықтан мен оны өзіне саламын. Сен кітапты алып, оқып көр. Психологиялық бағыттағы кітаптар мүмкін ұнайтын болар. Көбіне жастарды байқаймын, қызықтырады.
жаңағы психологиялық кітаптар, сіз де өзіңіз жастармен бірге жүрсіз, жастармен жұмыс істеп отырсыз, үнемі тікелей тығыз байланыстасыз, сіз де білесіз деп ойлаймын. Жастарды көбінде психологиялық және мотивациялық және кәсіпкерлік, бизнес бастау жолында қызықтырады. Осы кітаптар қызықтырады, сондықтан мен де жастарды зерттей келе өзімнің балаларыма осы бағытта кітаптарды алып беретін болдым, ұсынатын болдым, кітапханаларға жіберетін болдым. Сондықтан, яғни негізгі адамның құндылығы білім, ал білім кітапта. Сосын енді өздері электронды кітаптар да бар. Электронды кітаптарға қызығатын адамдарға өте көп, мысалы телеграм каналдарда мен нақты айтып кетсем, кітап оқитын, оқуға болатын, тегін жүктеліп тұрған, қазіргі мынау меломан тағы да басқа кітап дүкендерінде кітап жаңағы барлық қымбат кітаптардың көбісінің электронды нұсқалары телеграм каналдарда тұр. Сондықтан кітап іздеп жүрген жастар болса, менің жаңағы инстаграм парақшамды белгілей кетсеңіз болады. Менен тікелей шығып сұраса да болады. Мен барлық сілтемелерін де, кітаптардың өзін де бере аламын. Сосын менің парақшамда жаңағы адам бай бақуатты болу үшін, дәулетке жету үшін, қаржы үнемдеу үшін, қаржылық сауаттылығын арттыру үшін қандай кітаптар оқуға болады деген менде арнайы жазбалар да бар. Олармен де бөлісе аламын. Бағыт-бағдар беруіме мүмкіндігім бар деп айтып жатырмын. Бұның барлығын мен тегін кәдімгі өзімнің жаңағы білімді бөлісу мақсатында кез келген жасқа көмектесуге әзірмін. Барлығын сілтемесін бере аламын. Яғни қаржылық сауаттылық бізге ауадай қажет. Тек қана жастарға емес, бәрімізге керек. Сондықтан оқып алғанның білім жинаудың ешқашанда артықтығы жоқ деп ойлаймын. Жақсы, әдемі пікір айттыңыз. Мына жақта менің әріптестерім де тыңдап отырамын. Маған керек кітаптар екен деп жатыр да, міндетті түрде сізден сұрайтын боламыз. Және де сіздің инста парақшаңызды белгілеп кетеміз, ол міндетті түрде осы ненің астына. Енді Айнұр ханым, мынаған тоқталайықшы. Мысалға, қазіргі таңда білім керек деп айтып жатырмыз ғой, оның барлығын жасалып та жатыр, кейбір жастар өзінің қажеттілігіне пайдаланып та жатыр. Кейбір жастардың тобы қазір өткенде бір кісі айтып еді, мен негізі оны қатты қолдамаймын, бұл ауырдың үстімен жеңілдің астымен сияқты секілді болып кетеді деп. Әлеуметтік желіде TikTok түсіру, Vine түсіру деген бір өте белең алған жастар арасында құбылыс бар, үрдіс бар. Соған сіздің көзқарасыңыз қалай? Ол қаншалықты керек бізге және керек емес пе? Жақында ғана мен осы TikTok түсіруге байланысты бір жақсы тренингке қатыстым. Кәсіби журналистер арасында өткізіліп жатқан тренинг. Онда мықты блогер, мықты IT маманы бізге дәріс берді. Сонда ол былай дейді: қазір бізге TikTok заманы келді дейді. Біз мойындайық, мойындамақ, қазір TikTok деген түсірілу керек және біз одан қалыс қалмауымыз керек деген пікір айтты. Мен бір жана оған келісем. Неге десеңіздер, енді ол мәңгілік құбылыс болмауы мүмкін, уақытша құбылыс шығар мүмкін. Барлық адам, жастар болсын мейлі, TikTok түсіріп, сынап көріп, өзінің парақшасын дамытып, оқырманын көбейтіп, оқырман ол жерде көрермен дейді ма, көрермен, подписчик үлкеме TikTokқа тіркелмегенмін. Сондықтан қазір, бірақ менің ойымда бар TikTokқа тіркелді. Неге десеңіз, осы TikTok платформасы арқылы, жаңағы IT маманның айтуынша, блогердің айтуынша, болашақта керекті пайдалы ақпараттарды оқырманға жеткізу мүмкіндігі тетігі бар дейді. Сол жағынан мүмкін заман ағымына қалмай, TikTok түсіріп, Vine түсіріп, онымен айналысқанның ешқандай бір әбестігі, бір зияндығы бар деп ойламаймын. Тек бір ғана зияндығы бар, сол Vine'ді көріп, бірінен кейін бір кіріп отырып, уақытын жоғалтып отыратын көрерменге зиян болуы әбден мүмкін. Ал Vine түсіретіндер, олар бір жағынан өзінің актерлік қабілеттерін шыңдайды, ізденеді, тақырып іздейді, оның бір плюс жақтары да бар. Сондықтан мен оны кесіп айтып, TikTok түсірмеу керек, Vine түсірмеу керек, оның қажет жоқ, пайдасы жоқ дегенге мен түбегейлі қарсымын. Оның өздік бір пайдалары да бар, сонымен қатар оны өз пайдамызға асыру біздің қолданушылардың шеберлігіне байланысты. Жаңа мен блогермен келістім, жаңа тренинг өткізген тренермен келіскен тұсым осы болды. Яғни TikTok-тың алаңын, TikTok қолданушылар алаңын, мысалы пайдалы ақпарат таратушылар өз мүддесіне пайдаланса әбден болады екен. Сондықтан мен болашақта өзім TikTok-қа да тіркеліп, оны да көріп, сынап көрмеске деген ойда отырмын өз басым. Өйткені мен өзім арнайы сайт жүргізем, сайтта, ол мемлекеттік сайт, оның сайттың бір сайт жүргізем дегенім енді сайттың бір рубрикасын жүргізем.
деп айтсам болады. Ол рубриканың тақырыбы мотивация деп аталады. Оны ашқандағы да мақсатым оны оқыған адамдардың өмірге құштарлығын, мотивация деген не екенін түсіндіру, жалпы білімін арттыруға көмектескім келді, барынша дүниетанымын кеңейтуге. Мен соның көбірек оқылғанын қалаймын. Оның қазір әзірге сайттың оқырмандары белгілі бір оқырмандарының белгілі бір ғана бөлігі оны оқып отыр. Мен оның барынша кең таралғанын қараймын. Ол үшін не істеймін? Ол үшін жаңа TikTok сияқты, Instagram сияқты, Facebook сияқты әлеуметтік желілерді пайдаланып, оның көбірек таралғанын мен мүдделімін таралғанына, сондықтан пайдаланып көру керек деп ойлаймын. Енді жаңағы TikTok келді, Vine келді деп, одан біз ат-тонымызды алып қашқанмен ол болмайтын сияқты. Ат-тонын алып қашпау керек, оның керекті жерін, тиімді тұсын ала білуіміз керек деп ойлаймын. Ол менің пікірім. Яғни ол да былай келгенде бізге жаңалық болып енген, сол жаңалықты біз өзімізге қабылдауымыз керек және пайдалы тұсына қарай бағыттауымыз керек деген пікірдесіз, иә? Ойдамын. Жақсы, уақытымыз да жақындап қалған сияқты, бір 3-4 минут уақыт қалды деймін. Енді сізге бір соңғы сұрақ болсын. Алдағы 10-15 жылдықта жастар болашағын қалай көресіз? Сіздің ойыңызша? Біздің жастар қандай деңгейде жетуі мүмкін? Енді біздің жастардың қазіргі енді потенциалары өте мықты. Шетелде оқып жатқан қанша жастарымыз бар. Болашақпен оқып, қаншама жастарымыз бітіріп келіп жатыр, оқып жатыр қаншама. Басқа осы болашақ бағдарламасын жастарға арнап енді ашқан біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев қой. Бұл жерде енді ол кісінің осы бір болашаққа көрегенділікпен қарағанын мен өз басым құптаймын. Бұл жерде бір саясаттайды, ондай ойым жоқ. Негізгі сол кезде елбасымыздың жастар озық елдердің білімін игеріп, онда да озық елдердің озық жоғары оқу орындарының университеттерінде оқып білім алып, соның тәжірибесін өзіміздің елімізге әкелсін деген мақсатпен ол болашақ бағдарламасын жүзеге асырды ғой. Сол мақсат біртіндеп орындалып, 10-15 жылда болашақ бітіріп келген жастар бар. Өзімізде білім алып жатқан мықты талантты жастар бар, белгілі бір деңгейге көтеріледі деп үлкен жақсы бір сеніммен айта аламын және үмітпен қараймын. Енді қазір бір тенденция байқалып жатыр, көптеген мықты жастар, адамдар барлығы шетелге көшу үрдісі пайда болыпты. Бұл да мен уақытша құбылыс деп ойлаймын. Мүмкін жаңағы шетелден бір үй алып қойып, қаражаттарын шетелге ақшаға шетелдегі үйлерге салып жатқан болар. Бірақ айналып келгенде туған жерден ешкім безбейді деп ойлаймын. Белгілі бір шоғыр адамдар кетуі мүмкін, бірақ негізінен талантты, мықты, дарынды жастар қазір өсіп келе жатыр. Елімізде қалады деп ойлаймын, елімізді дамытады деп ойлаймын. 10-15 жылда жастардың, өйткені техника, технология күнде емес, сағат сайын, минут сайын өзгеріп, өсіп дамып жатыр ғой. Соған еріп келатқан қазіргі сергек жастар мықты, алға қарай дамып, мықты болашақ қалыптастыра алады. Бір буын кетті, келесі буын келіп жатыр дегендей, осы жастар тұтқасын ұстап, қоғамда мықты өзгерістер болады деп ойлаймын. Бұл менің ойым. Бұл менің позитивті, оптимистік ойым. Мүмкін кей жерінде енді болар кемшіліктер, орындалмайтын тұстар дегенмен, оның бәрі жастардың сана сезіміне байланысты деп ойлаймын. Алға мақсаттарына байланысты. Бірақ дегенмен де менің жаңа ойым оптимистік ой. Бәрі жақсы болатын сияқты бұдан да. Өйткені мен бұны бұл ойда неге сүйеніп айттыңыз десеңіз, мен ана 90-шы жылдары тәуелсіздік енді ғана алынып, елең алаң шақ болды ғой, қиын шақтар. Сол кезде мен тура қазір жастардың жасында едім, 17, 18, 19 жаста едім. Біз деген шын айтқанда әрі қарай қоғам қалай дамитын, өйткені формация өзгеріп жатты. Өзіңіз білесіз ғой, кәдімгі нарықтық кезеңге өтіп жаттық. Бірден социалистік қоғамнан нарықтық қоғамға өтіп жаттық. Сондықтан сол кезде түрлі жағдайлар болып жатты. Жетіспеушілік те болды, жүйесіздік те болды. Тіптен біз не істейміз деп дағдарып қалған кезеңдер болды. Қазір олай емес. Жүйе бар. Көрініп тұрған алда келешек бар. Сондықтан ол кезде мысалы қарасаңыз біз
сондай бір дағдарып әр сәт күйде жүргеннің өзінде біз алға үлкен үмітпен болашақта бәрі жақсы болады деген оймен қарадық. Жақсы болды да, Құдайға шүкір, бәрі жаман емес қазір. Бірақ әрине жетпей жататын, әлі дамымаған, қол жеткізбеген, әлі көптеген шаруалар да бар елімізде атқарылатын. Оның бәрі енді жастардың еншісінде, өйткені қазір жастардың потенциалдары өте мықты. Аға буын өкілі ретінде болашақ жастарға сенесіз. Жақсы, тамаша. Айнұр ханым, бүгін алтындай уақытыңыздың бір бөлігін бізге бөлгеніңізге мыңда бір рахмет. Сезімі бар адамдардың санасына жететіндей пікір айттыңыз. Оған өз басым кәміл сенімдімін. Міндетті түрде сізбен кейіннен көретін оқырмандарға да өзіміз де сіздің міндетті түрде парақшаларыңыздың сілтемесін қалдырамыз, және сізбен міндетті түрде әлі де байланыста боламыз. Сіздің де жастарға әлі де айтарыңыз бар деп ойлаймыз. Сондықтан көріскенше күн жақсы болсын, жақсы күндерде жолығайық. Сізге мыңда бір рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Жақсы, рахмет, сіздерге де рахмет. Осындай мүмкіндік бергендеріңізге өте көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.